Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, сырты қытырлап тұратын, ішінде балқытылған сыры бар, өте дәмді чебурекиді бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда көптеген қолжетімді, қарапайым рецепттерді ұсынатын боламын. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп дайындап аламыз. Содан соң ыстық қайнап тұрған суымызға тұзымызды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымыздың ортасын ашып, сұйық майымызды құямыз және қайнаған ыстық суымызды құйып, алдымен осылай қасықтың көмегімен қолымыз күйіп қалмас үшін, содан соң қолымызбен араластырып, жұмсақ қылып қамырымызды илеп аламыз. Құрамын толықтай описанияға қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Жақсылап ұнымызды араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Бізде жұмсақ біркелкі қамыр болады. Ұнды жазылған мөлшерден артық қоспасаңыздар да болады. Өте жұмсақ біркелкі қамырымыз дайын болады. Енді осы қамырдың бетін жауып, 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін начинканы дайындаймыз. Ол үшін сырымызды терканың көзінен өткізіп аламыз. Мінекей барлығын осылай біркелкі қылып дайындап қоятын боламыз. Бағанағы қамырымызды июі қанып, әдемі болып тұр. Енді осыны теңдей етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде шамамен 12 штук шықты. Негізі 10-12 штук жасасаңыздар болады. Барлығын қолымыздың көмегімен жақсылап домалақтап аламыз. Енді кезекте шетінен оқтаудың көмегімен жаямыз. Ешқандай ұн себудің қажеті жоқ. Біздің қамырымыз өте әдемі, ыңғайлы жайғанға. Барлығын жайып алып, домалақтап, арасына сырымызды салып, екі шетін осылай видеодағыдай жабыстырып, шет-шетін шанышқының көмегімен басып шығатын боламыз. Жасалуы өте оңай және қарапайым, тез дайындалады. Барлығын осылай жасап алатын боламыз. Енді қызып тұрған майымызға шетінен салып, чебурекилерімізді екі беті қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Дайын болған чебурекилерімізді қағаз майлыққа салып аламыз. Майын сол кезде сіңдіріп алатын болады. Мінекей біздің чебурекилеріміз дайын, өте дәмді, жасалуы да өте оңай. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Достар, менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Қош сау болыңыздар.